Сәлем достар, бұл HTML курсының 8-ші сабағы. Бұл сабақ алдындағы 7-ші сабақтың жалғасы болып келеді, өйткені біз форманы жалғастырамыз. Жалпы HTTP методтарын қазір үйренеміз. Get post деген, одан кейін тек қана оқу қылып жасап қоямыз. Read only. Міндетті түрде required түрін жасаймыз, және де қалай сөндіріп тастауға болатынын көрсетеміз disable арқылы. Жалпы форма дегеніміз қалай болады? Қазір соны көрсетіп жіберейін. Бұл алдындағы жасағандарымыздың барлығын өшіріп тастайық, жаңадан бастайық. Арнайы форм деген тег болады. Оның ашатын және жабатын тегі бар осындай. Ал ішіне алдындағы өтіп кеткен инпуттарды салып кетуге болады. Қазір біз 2-3 өрістерді салып кетейік. Input type text name дейік. Одан кейін last name placeholder салып кетейік. Фамилиясы. Ал форманы жіберу үшін оның арнайы input submit деген түрі бар. Submit дейік. Оған name атрибуты міндетті емес. Сақтадым. Парақшаны жаңартайық. Міне есімі тұр, фамилиясы тұр. Одан кейін submit кнопкасы пайда болды. Жалпы менде қазір браузер ағылшынша болғандықтан бұл ағылшынша жазылып тұр. Орысша вперед немесе отправить деген жазу болуы мүмкін. Бұл жазуды қалай өзгертуге болады? Валы значение мәнін беріп өзгертуге болады. Жіберу деп қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Жіберу деп тұр міне. Есімі, фамилиясы, жіберу. Мысалы, есімін Шынболат деп толтырайық. Фамилиясына Жақсыбаев. Жіберу бастым. Бұл жерде форма жіберілді. Жоғары жақта сіз адресті қарасаңыздар, байқайсыздар. Сұрақ белгісі name Шынболат, end деген белгі, last name тең болады Жақсыбаев деп тұр. Бұл қалай жұмыс істейді сонда? Біз мына ішіндегі формаларды толтырдық. Ол форманы толтырған соң біз серверге жібердік. Бірақ бізде дәл қазір сервер жоқ. Сондықтан да бұл документтің өзіне жіберіп тұр. Ал біздің құжатымыз ешқандай да өңдей алмай тұр ақпаратты. Өңдеу үшін арнайы оған серверлік программалар қажет. PHP, MySQL, Python сияқты тілдер арқылы жасалынады. Келесі курстарда оны үйретем. Сондықтан да басты нәрселерін үйреніп алыңыздар. Жалпы есімі мен фамилиясына қалай бірден мән беріп кетуге болады? Алдыңғы сабақта біз өттік. Оны while арқылы беруге болады. Қазір whileға біреуіне менің есімімді, біреуіне фамилиямды жазайық. Жақсыбаев. Сақтадық. Парақшаны жаңарттым. Мына жерде бірден жазылып тұр, Шынболат Жақсыбаев деп. Ал бұларды тек қана өзгертпейтін қылып жасағымыз келсе, онда тағы бір атрибут бар, read only деген, тек қана оқу. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Қазір мен осы өрістің үстіне бассам, ешқандай да өзгеріс енгізе алмаймын. Өйткені онда атрибут тұр, read only деген, тек қана оқу керек. Сондықтан да бұл өзгертілмейтін инпуттар болып тұр. Бірақ та біз қазір жіберетін болсақ, манағыдай нәтиже болады. Үстіңгі жағында name Шынболат, last name Жақсыбаев деп тұрады. Өйткені біз тек қана оқылатын болып салдық, бірақ мәнін бердік. Сондықтан да ол бұрынғыша жұмыс істей береді. Ал оны толтырып, бірақ жібермей тастау үшін оны серверге, ол үшін тағы бір атрибут бар, disable деген, сөндіріп тастайтын. Қазір read only-ның орнына disable салайық. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Кішкене байқап тұрсаңыздар, Жақсыбаев деген сөз сұрғылт түске өзгерді. Ал мына Шынболат деген есім ол қара түс болып тұр. Өйткені бұл өріс жұмыс істеп тұр, а бұл өріс жұмыс істемейді. Қазір мен жіберу бассам, біз тек қана бірақ өрістің нәтижесін ғана жібердік, міне name деген, ал last name жоқ болып кетті адресте. Үлкейтіп қояйын. Форма жалпы осылай жұмыс істейді. Жалпы осы келген ақпаратты өңдейтін сервердің адресі басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да оған арнайы тағы атрибут бар, action деген. Ол формаға жазылады. Мысалға мәтін.html-ға жіберейік біз. Сақтадым. Парақшаны жаңарттық. Қазір жіберу бассам, онда біз мәтін.html құжатына кетеміз. Міне мәтін.html файлы ашылды, ал үстіне манағы параметр жіберілді. Сұрақ белгісі name Шынболат. Қазіргі жіберіп отқан ақпараттық метод түрі, HTTP түрі, ол get деп аталады. Оның да басқа да түрлері бар. Post, get, option, delete, put. Бірақ мен қазір тек post пен jetке ғана тоқталып кетемін. Кейінгі қарай қайтайық. Тағы атрибут саламыз метод деген. Get. HTTP методтың көп таралған түрі, оның біреуі get және post. Қазір jetті бірінші салайық. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Жіберу бастым. Міне үстіңгі жағында пайда болды jet параметр. Кейінгі қарай қайтайық. Постқа өзгертейік.
Сақтадым, парақшаны жаңарттым, жіберу бастым. Үстіңгі жағында jet параметр манағыдай жоқ, өйткені ол қазір ақпаратты пост күйінде жіберіп тұр. Оны жібергенін байқауымыз үшін мышканың оң жағын басып проэкспериментировать код немесе инспектор элементі деген болу керек, соны басасыз. Одан кейін сізге разработчикке арнайы көмекші инструменттер пайда болады. Соның ішінде network дегенге барасыз. Сосын парақшаны жаңартамыз. my.html-ға барсақ, оның ішінде төменгі жағына түсіп қарасақ, form data-да міне name Шынболат деген параметрдің жіберіп тұрғанын көріп тұрмыз. Бұл ақпаратты серверге бару керек негізінде, сосын бұл сервер бұл ақпаратты өңдеу керек. Былайша айтқанда заготовка, тек біз дайындығын ғана жасап жатырмыз. Кейінірек сервер жасап үйренеміз. Тағы да бір атрибут бар, ол міндетті түрде деген. Ол үшін біз тағы бір input салып кетейік. Input type text name берейік. Жасы дейік age. Міндетті түрде деген атрибут required болып жазылады. Жіберу деген кнопканың үстіне салып жіберейік. Сақтадым, парақшаны жаңарттым. Міне жасы деген бізде өріс пайда болды. Қазір мен бұны әдейі толтырмаймын. Бізде тек қазір Шынболат Жақсыбаев деген ғана толып тұр. Ал жасыны бос қалдырып кетсем, жіберу батырмасын бассам, онда маған осы өрісті толтыр деп айтады. Өйткені біз оған атрибут салдық, міндетті түрде толтыру керек деген required. Сондықтан да оны толтырмай біз форманы жібере алмаймыз. Қазір мен бұл жерге сан жазатын болсам 14. Онда жіберу басқаннан кейін онда форма жүре бастайды. Өйткені біздің шартымыз орындалып тұр. Осыменен сабағым аяқталды. Шыдай тұрыңыздар, енді бір-екі сабаққа ғана қалды. Сонымен HTML негіздерін бітіресіздер. Сау болыңыздар.